Құрметті оқырмандар, биссектриса тақырыбын ары қарай жалғастырып, есептермен нақыштай түсеміз. Берілген бірінші есеп, берілген үшбұрыш. Үшбұрыштың үш қабырғасы белгілі. Ең үлкен қабырғасына, демек С қабырғасына түсірілген биссектрисаның ұзындығын табу керек. УБД-да бұл есепке 1,5 минут уақыт беріледі. Енді мұқият қараңдар. Мынау біздің А қабырғамыз 3 см, Б қабырғамыз 5 см, С қабырғамыз 7 см. 7 см-ге түскен мына С төбесінден С-ді биссектриса болып табылады. Мына формуланы қолданамыз. С қабырғасына түсірілген биссектрисаның формуласы. Есептеу барысы SC тең бөлшек түбірасты. Қараңдар, 3 көбейтілген 5. Мына жерде 3 қосу 5 қосу 7. Көбейтеміз 3 қосу 5 азайту 7. Осы жерде мұқият боламыз. Қай қабырғаға биссектриса түсірілсе, сол қабырғаны азайтамыз. 4-ші көбейткіште бөлеміз 3 қосылған 5-ке. Жалғастырамыз мына есептеуді. Бөлімінде 8 болады, алымында 15. Мына жердік периметр 15. Мына қосынды айырым 1-ге тең болады. Демек, мына жерде 15 бөлінген 8 шығады. 15-ті 8-ге бөлсек 1,8-ден 7 см. Ең үлкен қабырғасына түсірілген биссектрисаның ұзындығы, мына жерде жазамыз жауабы 1,8-ден 7 см. С қабырғасына түсірілген биссектрисаның ұзындығы.